Қайырлы күн баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін жуырда жүрген таргеттік жарнамамның нәтижесін көрсеткім келеді сіздерге. Егер сіз эксперт болсаңыз, өзіңіздің білім саласында ұстаздық біліміңіз болатын болса, жалпы реклама жібергіңіз келсе, дәл осындай арзан бағаға реклама жібергенді қаласаңыз, мен сіздерге айтқан мына кеңестерді ескергендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Ал ендеше сол рекламаға кішкене сіздерге обзор жасайын, сіздерге де пайдалы болсын деп. Жалпы міне рекламаның кликтер саны бұнда охват 32.000, жалпы 54.384 адамға кеткен. Енді ең қызығы мұнда ол кликтің бағасы 1 рубль 1,37 рубльге кеткен, ең арзаны. Средний мұнда 2 рубльге. Бұл да жаман емес көрсеткіш. Ал енді осындай арзан реклама жіберу үшін қандай критерийлерге, қандай маңызды детальдарға көңіл бөлу керек. Сол туралы айтайын. Ол үшін бізге бұл рекламаны анализ жасау керек. Осы рекламаға анализ жасау керек ол үшін. Қазір мен сіздерге анализ жасауды үйретемін. Ол үшін настройкаға кіресіздер. Менде кішкене интернет дұрыс жасамай тұр. Осы настройкаға кіреміз. Настроить столбцы деген кнопка бар. Ол соны. И осының ішінен жіберген рекламамызға анализ жасау үшін мынандай өзімізге қажетті ақпараттарды алатын боламыз. Ол вовлеченность для публикации, реакция на публикацию, репост, астына қарай түсіреміз. Бізде мұнда керегі тағы да не керек. Видеоның просмотр өте маңызды. Средний время просмотр видео дегенді тоже өздеріңізге алып алыңыздар. Олар видео қаншалықты көп көретін болса, соншалықты целевая аудитория ол нақты потенциалды целевой аудиторияны дұрыс таңдадыңыз дегенді білдіреді. Уникальный клик по ссылке, соны таңдаймыз. Бұдан ең бастысы CTR, кабель-кабельность. Ол өте маңызды. Осы опцияны таңдайсыздар. CPS, осыны таңдаймыз. Содан кейін тағы болды. Негізі бізге қажеттілер осы. Енді осы бойынша қазір біз анализ жасайтын боламыз. Екі рекламаны салыстырамыз. Неге мұны бірінші реклама 2 рубльге кетті, екіншісі 1,37 рубльге арзан кетті. Соны себебін сіздерге анықтап беретін болады. Бірінші қараңыз. Мында кабель-кабельность CTR. Бұл рекламаның қанша адам кірді, соған байланысты болады. Егер мұнда CTR мұнда 1,05% деп тұр, ал мұнда 0,40% деп тұр. Егер CTR-дың проценті көп болатын болса, сіздердің жіберген рекламаларыңыздағы группа объявлениядағы рекламаның CTR жоғары болатын болса, ол рекламаның бағасына әсер ететін болады. Осыны реакция на публикацию. Егер реакция саны және репосттар көп болатын болса, ол да рекламаның ақшасына әсер етеді. Одан кейін средний просмотр видео, ол да әсер етеді. Көрдіңіздер ме? Мұнда барлығы төмен, мынадан қарағанда, сол себепті. Одан кейінгі келесі бөлім ол частота. Ол жиілікпен қайталануы. Бірінші КАЗ-ды номер 1 деген рекламаны бірнеше адам көргенде, бірнеше адамға қайталап көрсеткен. Частота қаншалықты жоғары болған сайын, ол да рекламаның
төмен болуына және оның нәтижелі болуына әсер етеді. Мында жалпы кеткен ақша саны. Дәл осындай реклама жіберген кезде, осындай опцияларға, осындай нюанстарға анализ жасағанда көңіл бөлетін болсаңыздар, өздеріңіз үшін пайдалы болады. Реклама жіберу барысында қайсы реклама тиімді кетіп жатыр, қайсысына көңіл бөлуіңіз керек, соның барлығына осы мен сіздерге көрсеткен опциялар, бөлімдер сіздің жіберген рекламаңыздың нәтижелі және арзан болуына көмектесетін болады. Мына жерде тағы бізге Facebook мынандай мүмкіндіктерді берген. Осыдан басқа оценка эффективности, вовлеченности. Ол бізде выше среднего. Ол да әсер етеді. Және качествода кішкене качествосы ниже среднего деп тұр 35%. Выше среднего мынау қайсысы бізде оценка? Конверсия да жоғары. Осы екі бөлім қаншалықты среднийден жоғары болатын болса, или вообще жоғары качественный болатын болса, ол сіздің рекламаңыздың тиімділігін арттырады, және де рекламаңызға көп адамдар келеді, и рекламаңызға кететін шығын да азаятын болады. Дәл осы мен сіздерге айтқан кеңестерді ескеріп, жіберген рекламаларыңызға анализ жасайтын болсаңыздар, иншалла алдағы уақытта сіздердің рекламаларыңыз өте сәтті болатын болады.